Құрметті менің жазылушыларым, балыққа барардың алдында бәрібір бізге балықты түсіретін тамақ керек болатын болады. Ол тамағымыз біздің теңіздің құрты. Сол теңіздің құртын қалай аулайтынын сіздерге қазір көрсетемін. Ол теңіздің құртысыз балыққа бару жай әшейін әңгіме. Мынау астындағы заты, мынаны тасты бастап қоясыз осыған өйстіп. Қазір мынаны да көрсетемін. Мынаны мысық дейді мынаны. Мынау электродтан жасалған ғой. Әр электродтан жасалған. Көрдіңіздер ме, мынау трубкасы. Мынау жіпке байланатын жер, жіпке байланатын жеріне мынау пластикалық түтікпен жасаған. Өйткені мынау қайта-қайта лақтырған кезде қажалып, мына жібі, көрдіңіздер ғой, жібі үзілуі мүмкін. Содан кейін лақтыратын жеріне, мына ұстайтын жеріне мынандай алып ағаштан жасадым. Мынау қолайлы болсын деп қазір лақтырғанда алысқа кеткенде жақсы болады. Мысықтың жұмыс жасайтын принципі сіздерге айтсам, мысықтың тырнағы бар ғой. Сол мынаны лақтырған кезде мысықтың тырнағымен жерді тартып шығарады. Сонда жаңа құртымыз болмаса, құрт жоқ болса, шөбіміз сол заттарымыз шығады. Қазір қараңыздар, мен сіздерге лақтырып көрсетейін. Құрт шығады ма, шықпайды ма, оны көресіздер қазір өздеріңіз. Бұнда лақтырудың себептері, лақтырудың өзінің әдістері бар. Қолғап киіп алған себебім, қазір тартқан кезде жіп қолды қиып кетеді. Жіп дегенім, жіп мына капрон жіптен, оны дүкендерден аласыздар. Дәжеге. Қазір қарай қал. Енді қазір жаңа айтқандай тартамыз. Ол жерден не шығатынын көреміз. Міне жаңа жібіміз. Жіпті мынау жинап жатқан кезде бірінің үстіне бірін не қылмаңыз. Өйткені қазір тағы да екінші лақтыратын боласыздар. Шөпке жатқан сияқты. Міне құрттар бар. Мынаның барлығы теңіздің құрты. Көріп жатыр ма? Міне теңіздің құрты. Алғанымыз, жаңағы лақтырғаннан алғанымыз. Енді бұны осылай шөптен ажыратып жинаймыз. Мынау құртақандайларын қайтадан жібереміз, ішіндегі үлкендерін аламыз ғой. Тағы да лақтырамыз. Сәл әлі тұрсаңыз, алысқа беріп қараңыз, қайда алысқа ұшады. Арғы жағаға жетіп қалды ма? Осында тартасыздар. Тағы да тартасыздар. Енді бұл физикалық жұмыс. Тартқан кезде тез тартпасаңыздар, жаңағы мысықтарыңыз судың астында тұрып қалады. Қара, судың бетімен келеді. Міне тағы да. Міне құрттарымыз. Осылай жинаймыз, осылай бір шамамен енді 20 литр ақтырсақ, ертеңге балық аулайтын құртымызды жинап аламыз. Бұл жерде ішінде үлкендер аз екен. Жаңа бірінші жердегі үлкендер көп еді. Мынаны сөзсеңіз болады ма? Жақындатып. Теңіздің құрттары бұл.
Осылай қылып қайта-қайта лақтырамыз. Тартамыз оны. Осылай қылып еңбектенесіздер. Сіздерге үйретіп жатқан құрметті жазушылар менің. Басқа жерден қарап жатқан жазушыларға Каспийде қалай балық аулайды, Каспийде қалай құрттарды аулап балыққа дайындалады, соны көрсетіп жатқан ғой. Міне тағы да бар құрттар. Осылай жинай береміз еді. Құрттар, осындай құрттарды аулап жатырмыз. Көрініп тұр ма үлкені? Осылай қылып жігіттер 20 рет лақтырсаңыздар жарайды. Сосын құртты көп алмағандарыңыз дұрыс, өсе бергенде дұрыс қой. Неге десеңіз, көбісі құртты көп қазады да теңізге барғаннан кейін айдалаға лақтырып кетеді. Мынау біздің 1,5 сағат еңбектеніп қазған құртымыз бір күнге жетеді деп ойлаймын. Жігіттер құртты жаңағы балық аулап болғаннан кейін сол жердегі теңізде судың ішіндегі шұңқырларға ма тастап кеткен жері дұрыс болады, өсе берсін. Еңбектенбесеңіз болмайды ғой. Еңбектенгеннің арқасында балық та келеді. Сіздерге айтатын ақылдарым ғой. Біз құрт қазуды бітірдік. 1,5 сағаттың ішінде қаздық, тоқтамай. Дәлірек айтқанда қаздым, енді жинап бастап жатырмын. Жинайтын затты мынандай қол өзіңізге қолайлы қылып жасап алсаңыздар болады. Қарап алыңыздар, мен мынаған былай мына қолмен ұстап тұрасыздар, мына жинайсыз. Сол кезде мына жіптеріңіз шатасып қалмайды. Жинауға да оңай болады. Біз құртты қазып бітірдік, шөппен де міне қолымыздан келгенше алдық. Мына жерде таза құрт. Арасында шөп бәрібір қалады, дегенмен де осы таза құртты үстіне қазір мына алып келген құмымызды себеміз. Қараңыздар, қазір қалай бошады не. Тағы да құм себейік. Құмды көп салуға да болмайды. Бұны түніменен тағы да астындағы маталарын алмастырып шығасыздар. Мынаның арасында бүйтіп қалып қоймасын, бір-біріне жабысып. Айырыңыздар құрттардың бәрін. Арақашықтығын сақтау керек деген сөз ғой. Міне 1,5 сағатта қазған құртымыз ертеңгі балыққа дайын. Ал енді балықта кездесейік. Құрт қазуды енді мен сіздерге үйреттім деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса комментарияда жазыңыздар. Барлығыңызға да жауап беремін. Жақсы, көріскенше күн жақсы болсын. Жақсылықта кездесейік.